Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 24-те 4-ші есеп қарастырамыз. Бұл бізде 9-шы сыныптың алгебрасы. Бізде екі бұрыштың қосындысы мен айырымының синусы мен косинусының формулаларына арналған есептер. Бұл жерде не істейміз? Бізде берілгені альфа мен бета бұрыштары бізде бірінші ширекке тиесілі дейді. Және синус альфамыз бізде 5-тен 3-ке тең, косинус бетамыз бізде 3-тен 1-ге тең. Так, синус альфа плюс бетаның сонда мәні неге тең дейді. Сонда бізде формула бойынша мұны қалай ашылады? Синус альфа көбейту косинус бета қосылған, косинус альфа көбейту синус бета. Бізде не белгілі? Синус альфа белгілі, косинус бета белгілі, ал белгісіз бізде косинус альфа мен синус бета. Косинус альфа мен синус беттан табайық. Біз білеміз, синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы бізде 1-ге тең. Бұдан біз тауып аламыз косинус альфаны. Косинус квадрат альфа дегеніміз сонда 1 минус мына синусты теңдіктің оң жағына жібереміз. Синус квадрат альфа тең. Сонда бізде косинус альфа тең болады, түбір астындағы 1 минус синус квадрат альфа тең. Мәнін қоя салайық. Яғни синус альфаның орнына біз 5-тен 3 қоямыз. 1 минус 5-тен 3-тің квадраты болады. Түбір астында 1 минус квадраттасақ 25-тен 9 болады. 25-тен 9 болады. Енді бұнаған ортақ бөлім береміз. Сонда бізде болады 25 бөлімінде 25 азайтылған 9. 25-тен 9 азайтсақ бізде 16 шығады. Бөлінген 25. А бұдан түбірден бізде шығады 4 бөлінген 5. Яғни бізде 25 5-тің квадраты, ал 16 4-тің квадраты. Осы сияқты беттан тауып аламыз. Синус беттан табамыз. Синус бетта дегеніміз бізде 1 минус косинус квадрат беттаның түбір астындағысына тең. Осы формула сияқты. Тек бізде альфаның орнына бетта деп жазамыз. Сонда 1 минус косинус бетта бізде 3-тен 1-ге тең. 3-тен 1-дің квадраты 1 минус 9-дан 1 түбір астындағы ортақ бөлім береміз. Сонда 9. 9 бірім 9 минус 1. Алымында қалады 8 бөлімінде 9 түбір астындағы. Және бұдан түбірден шығатын бізде астынан 3 шығады. Ал 8 дегеніміз 4 пен 2-нің көбейтіндісі 4-тен 2 шығады да түбір астындағы 2-міз қақпайды. Себебі 2-ні квадраттасақ бізде түбірдің ішіне 4 болып кіреді. 4-ті 2-ге көйтеміз, 8 болады, түбір астындағы 8 шығады. Сонымен бізде косинус альфамыз 5-тен 4-ке тең, косинус бетамыз 3-тен 2 түбір асты 2-ге тең. Так, біз мәндерін білеміз. Демек, жазамыз. Синус альфа мен косинус бета қосылған косинус альфа синус бетамыз неге тең? Синус альфамыз бізде белгілі 5-тен 3-ке тең, косинус бетамыз белгілі 3-тен 1-ге тең, қосылған косинус альфамыз белгілі 5-тен 4-ке тең, және синус бетамыз бізде белгілі көбейтілген 3-тен 2 түбір асты 2-ке тең. Қараймыз, қысқартатындар бар ма? Бізде 3 пен 3 қысқарады. Және болды. Сонда шығады бізде мына бірінші көбейтіндіден 5-тен 1 шығады. Қосылған. Мұнда қысқаратын жоқ. Демек бөлімінде 5 пен 3 көбейтіліп 15 болады. 4 пен 2 көбейтіліп 8 болады. Түбір астында 2 қалады. Сонда бұның мәні біз ортақ бөлімге келтіреміз. 5 пен 15-тің ортақ бөлімі 15, демек мұнаған 3-тен береміз. Яғни 15-тен 3 қосылған 8 түбір асты 2. Так, екіншімізде бізде синус альфа минус бетта берілген. Бұл қалай ашылатын еді? Формула бойынша синус альфа көбейту косинус бетта азайтылған косинус альфа көбейту синус бетта. Мәндерін орнына қоямыз. Синус альфамыз бізде 5-тен 3-ке тең, косинус беттамыз 3-тен 1-ге тең азайтылған, косинус альфамыз бізде 5-тен 4-ке тең, және синус беттамыз бізде 3-тен 2 түбір асты 2-ке тең. Үштеріміз қысқарып кетеді, қалады бізде 5-тен 1 минус 15-тен 8 түбір асты 2. Жаңағындай тек азайту таңбасы екен. Мұнда 3-тен береміз. Сонда 15-тен 3 азайтылған 8 түбір асты 2 шығады.
Келесі бізде косинус альфа плюс беттамыз. Табу керек. Косинус альфа косинус бетта болып ашылады. Минус синус альфа синус бетта. Яғни орындарына қоямыз. Косинус альфамыз бізде 5-тен 4-ке тең. Косинус беттамыз бізде 3-тен 1-ге тең. Минус синус альфамыз бізде 5-тен 3-ке тең. Және синус беттамыз бізде 3-тен 2 түбірасты 2-ке тең. Бұл жерде бізде 3-теріміз қысқарады. Және басқа қысқарту жоқ. Яғни қалады бізде біріншісінен 15-тен 4 азайтылған 5-тен 2 түбірасты 2. Және бұл жерде тағы да ортақ бөлім берем, 3-тен берем. Екінші бөлшекке, сонда 4 азайтылған ғалымында 3 пен 2 көбейтіледі, 6 түбірасты 2. Сонда бізде шығады осындай екен. Келесі бізде косинус альфа минус бетта болса дейді. Ол қалай ашатын еді? Косинус альфа мен косинус бетта қосылған синус альфа мен синус бетта. Жаңағыдай жоғарғыдағыдай тек қана бізде қосу таңбасы болады екен. Соны жазып қойсақ та болады. Бұның барлығының формуласы оқушылар бізде тақырыпты өткен кезде өттік. Немесе мына оқулықтың артын қарасақ, мына жерде тұр міне. Синус альфа мен қосылған бетта болған кезде бізде осылай ашылады қосумен, азайту болса, осылай азайтумен ашылады. Косинуста қосу болса, осылай екі косинустар көбейтіліп, азайтылып, екі синустардың көбейтіндісінен азайту болса, керісінше қосылады екен деп, осындай формуламызды біз өттік.